Ленинградтық үренім, мақтанышын сенедің, Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам, жасағам жоқ өмірді, жау сойқанын көргелі, төккенім жоқ теремді, шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі, жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі. Жасағанмын өмірді, жау біткенді жеңгелі. Бұл өлең жолдарының авторы белгілі ақын Жамбыл Жабаев. 1941-1945 жылдар біздің отанымыз үшін зұлмат жылдар болды. Сол кезде Гитлер неміс басқыншыларымен бірге жарияламастан біздің отанымызға басқыншылықпен енді. Нева өзенінің бойындағы Ленинград қаласы 900 күн бойы сол блокадада жау құрсауында қалды. Сонда жауынгерлерге рух беру мақсатында Жамбыл Жабаев атамыз Ленинградтық үренім өлеңін жазған болатын. Бұл жұмыстың авторы Говорова Татьяна. Біздің музей қорында Татьяна Говорованың осы Ленинградтық блокадаға арнаған қаншама жұмыстары бар, яғни жұмыстар сериясы бар. Мына жұмыс қағазда линогравюра техникасында орындалған. Қарап отырсақ, бұнда суретші екі ақ түсті пайдалана отырып қаншама мағына берген. Міне, қолында домбырасын ұстап отырған Жамбыл атамыз және бейбіт замандағы кәдімгі ауыл көрінісі, киіз үйдің қасындағы ат байланып тұр, ошақтан от шығып жатыр. Яғни орман, тау, құстар, тамаша табиғат көрінісі, адам мен табиғаттың гармониясы, үйлесімділігі, яғни бұнда суретшінің айтқысы келгені бейбіт болашақ, бейбіт заман әрдайымда бізге тек қана аспанымыз ашық болады дегенді білдіргісі келген. Одан ары көретініміз барлығы да осы серияда жасалған жұмыстар. Мінекей күзетте деп аталатын жұмыс, яғни біз сақшыны көріп тұрмыз, біздің отанымызды, біздің елімізді сыртқы жаудан қорғап тұрған. Бұл графикалық жұмыстар барлығы, яғни Говорова Татьяна Ресейде туған, бірақ Алматы қаласында жұмыс істеп, осындай негізінен график суретші болған. Көп жұмыстары біздің музей қорында да бірнеше жұмыстары бар. Жаңа айтып өттім, мына жерде өмір жолы дейді. Қараңыздаршы, қандай мағыналы жұмыс. Тағы да сол Ленинградтық блокада, жауынгерлер, жүк машиналары, атылып жатқан оқтар, соған қарамастан оқтың атылып жатқан біздің батыр солдаттарымыз оған қарсы шабуыл жасап жатқанын көруге болады. Ал енді мына жерде бұл жұмыста біздің көретініміз жоғалтқанына қарамастан дейді, халқымыздың басына нәубет келді. Қаншама қаралы қағаздар келіп жатыр. Соған қарамастан біздің мінекей мына жерде Ленинград қаласы көріп тұрмыз. Самолеттар ұшып жатыр, оқ қарша борап жатыр. Бірақ қыс мезгілі шанаға сүйретіп бара жатқан, адамды сүйретіп бара жатқан біз қарияны көре аламыз. Бұл соғыс қаншама отбасын ойрандады, бақытсыздық, қаралы хабар. Бірақ соған қарамастан біз артқа қарауға уақыт жоқ. Бізде тек қана алға деп мінекей бейбіт заманға қол жеткіздік. Енді келесі жұмыс Мелис Ержановтың жұмысы, Жамбыл Жабаевтың портреті деп аталатын жұмыс. Бұл да қағазда линогравюра техникасында орындалған. Мелис Ержанов Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, кескіндемеші, график суретші, театр суретшісі. Бұл кісінің жұмыстары тек қана Қазақстанда емес, шет елдерде де жеке коллекционерлердің және ТМД елдерінің жеке коллекционерлері мен музейлер қорында сақталған. Батырлар ерлігі ұрпаққа өнеге дейді. Мен бүгін айтқым келеді, біздің халқымызға түскен мына індетпен күресіп жатқан медицина қызметкерлері мен полиция қызметкерлерінің еңбегі, әрине еңбектері ерен. Оларды мен бейбіт күннің батырлары дер едім. Сіздерге Алла сабыр берсін, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Біз сіздермен біргеміз.